Ұлытау терең тарихпен тылсым табиғаттың хандық дәуірмен тәуелсіз Қазақстанның тоғысқан даласы. Арма ағайын, аграрлы Қазақстан жобасының кезекті шығарылымы Ұлытау облысына қарасты ұлтқа ұя болған Ұлытау ауданында. Туған жерім айналайын атыңнан, саған деген сағыныш қой шақырған. Көптіреген бұл тауларың күш берген, көп барларда құламауға тақымнан. Жазирам бар жанар отың жандырған, тарихым бар талайларды таңдылған. Ақсақ темір алтын шоқ үйдіріп, асқақ ерлер хан ордасын салдырған. Көк байрағым аспанында Ұлытау. Ұлытау ауданы жер көлемі бойынша Қазақстандағы ең үлкен аудан. 122,9 мың шаршы километрді алып жатқан аумаққа Европаның бірнеше мемлекеті еркін сыяды. Атақты Шыңғыс Қағанның тұңғышы жошы жатқан дала қай заманда болмасын қазақ халқы үшін ордалы мекен. Кетбұқаның күйі, Едіге мен Тоқтамыстың төрі, хандардың жайлауы, Алаштың айбары да осы Ұлытау. Аталған аудан еліміздің 4 облысымен шекаралас. Солтүстігінде Қостанай облысы, оңтүстігі Бетпақтың шөлі, батысында Ақтөбе өңірі, ал солтүстік шығысында Қарағанды облысымен шектеседі. 1939 жылы құрылған аудан тасқа жазылған тарихынан бөлек жер асты байлығымен де көпке танымал. Қылышынан қан тамған кеңестік кезеңдегі ұлы отан соғысында жеңіске жетелеген 10 оқтың 9-ы ауданға қарасты Қарсақбайдағы зауыттың өнімінен жасалған. Айта кетейік, аудан құрамында бүгінде 12 ауылдық округ пен 3 кент бар. Ұлытау халқының негізгі табыс көзі ауыл шаруашылығында. Ресми статистикаға сүйенсек, ауданда 1386 шаруа қожалығы тіркелген. Қазіргі таңда ұлытаулық шаруалар күзгі егістік жұмыстарын толықтай оң нәтижемен аяқтаған. Ұлытау ауданы бойынша өсімдік шаруашылығымен 23 шаруа қожалығы айналысады. 2025 жылғы егістік алқаптың жалпы көлемі 20.780 гектарды құрады. Алайда киік жануарлармен және шегіртке зиянкестерінің әсерінен 4000 гектар жерге зиян келтіріліп, нақты орылған егістік көлемі 16.780 гектарды құрап отыр. Жалпы 16.780 гектардың барлығы толықтай орылып, 100% орындап отыр. Жалпы түскен өнім көлемі 20.100 тоннаны құрады. 2025 жылы Ұлытау ауданы шаруа қожалықтары күзгі дала жұмыстарын жүргізу үшін 273 тонна арзандатылған дизель отыны бөлінген болатын. Бағасы 254 теңге литріне. Бөлінген дизель отыны аудан шаруа қожалықтарымен толықтай алынды. Ұлытау ауданы бойынша 2025-26 жылдарға мал азығымен қамтамасыз ету мақсатында 210 мың тонна мал азығын дайындау жоспарланған болатын. Қазіргі уақытта барлық 210 мың тонна шөп дайындалып, тасымалданып алынды. Аудан бойынша қазіргі уақытта 2 инвестициялық жоба іске асырылуда. Бірінші Ұлытау ауданы Қарайыңгір ауылдық округіне қарасты Исмаил шаруа қожалығы жаңбырлату технологияларын қолдана отырып, 400 гектар алқапта жем-шөп дақылдарын өсіру. Жобаның құны 675 миллион теңгені құрайды. Екінші Ұлытау ауданы Мибұлақ ауылдық округіне қарасты Искаков М шаруа қожалығы 5000 басқа арналған ұсақ мал шаруашылығын дамыту. Жобаның құны 340 миллион теңгені құрап отыр. Ауданның ауыл шаруашылығы техника паркін жаңарту мақсатында Ұлытау ауданы бойынша 2025 жылдың 10 айында жалпы 54 дана ауыл шаруашылығы техникасы сатып алынды. Оның ішінде 25 трактор, 2 комбайн, 27 басқа ауыл шаруашылығы техникалары. Ұлытау ауданында кейінгі жылдары төрттіліктің қай түрі болмасын арту үстінде. Бүгінде бұл далада 62 мыңнан аса мүйіздері қара, 70 мыңға жуық жылқы, 106 мың ұсақ мал бар. Ауданда 2025 жылдың алғашқы 10 айындағы ауыл шаруашылық өнімінің нақты көлем индексі
101%-ды құраған. Ата кәсіптен нәсіп тапқандардың бірі Ұлытау ауылының іргесіндегі шаруасы шалқыған шаруа Ерболат Жараспаев. Бала кезінен еңбектің майданында шыңдалған, жақсылардан үлгі алған азамат, әке салған сара жолды лайықты жалғастырушы. Маңдай терімен маңайына сыйлы бола білген жанның жайлауы бірлік пен берекенің, тірлік пен несібенің ордасын айналған. Мына біздің жеке шаруашылығымыз 1991 жылы мына жекешелендіру саясаты жүріп жатқанда әкем марқұм бірінші алғашқылардың бірі болып осы мына жерді алады. Осы жерді. Бұл жерде іштене болмаған, содан өзіміз үй тұрғызып басында, сосын қора тұрғызып, сосын өзіміздің азын-аулақ жеке малмен келеміз да осы жерде өсіреміз, жаңағы малмен отырамыз 91 жылы. Содан өз ақшасына үкіметтен шыққандай кредит алмай нетпей өзінің ақшасына 10 қашар бір 150-дей тоқты сатып алады. Сонымен енді осы күнге дейін сол малдың басын өсіреміз. 10 шақты сиырымыз болған өзімізде де. Сонымен қазір енді сол сиырдың басын тура осы күнге дейін 800 басқа жеткіздік. Жылқыны бір 60-тай жылқымен келгенбіз, енді ол жылқымыз қазір 500 бастай жылқы ұстап отырмыз. Енді оны бірыңғай өсіре бермейміз. Мына жердің несіне байланысты жұмсаймыз, арасында өзіміздің немізге пайдаланамыз, игілігімізге. Сол біртіндеп осы шаруашылықты дамытып жатырмыз. Ерболат Жараспаев шаруашылығын заманауи үлгіде дамыта білген, саладағы серпінді жобаларды үнемі назарында ұстайды, техникаларын уақытылы жаңартып, мал басын асылдандыру жұмыстарын жүйелі жолға қойған. 2018 жылы сыбаға бағдарламасымен үкіметтен 4%-лық мөлшермен кредит алып, сыбаға бағдарламасымен. Содан Ресей мемлекетінен 130 бас Грейфорд асыл тұқымды мал сатып алып келеміз. Сол малды енді бүгінгі күнге дейін өсіріп, сол бағып отырмыз шаруашылығымызда. Сол жаңа техникалар алып жатырмыз. Анау алғашқыларында алғы МТЗ-82 трактор алдық, үкімет оның 30%-ын қайтарып берді сол кездегі немен. Сондай көмегі болды. Сосын өзіміздің күшімізбен осы жерде тағы техникалар алып жатырмыз. Сондай шөп тиегішіміз бар, осы былтыр алған. К-700 бар, 6 МТЗ-80 трактор бар, КАМАЗымыз бар, біраз техникаларымыз бар. Енді сол техникалардың арқасында осы малды бағып өсіріп жатырмыз. Бұл жерде өзіміз отырғанымыз, енді өзіміз отырмай тастап кетуге тағы болмайды. Өзін отырсан, мына шаруашылықты дамытуға өзіне қатты қарайсың ғой, малға көңіл бөлесің жаңағы. Мысалы мен жылқының бәрін өзім снегоходпен бақылап, қысты күні өзім барып, ішін қарап жаңағы, жерін қарап сөйтеміз ғой. Сол өзіміз отырамыз, енді соның арқасында осына шаруашылық өзім отырғасын осылай дамытып отырмыз шаруашылықты. Ешкімге сеніп тапсырып кетпей. Ұлытау ауыл шаруашылығының ғана емес, туризмнің де орталығы. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев осыдан 3 жыл бұрын Ұлытау облысын құру жөніндегі айтқан сөзінде бұл өңірдің халықаралық туризмнің орталығы атануына мүмкіндігі мол екендігін жеткізді. Ауданда аталған бағытта да бірталай шарапатты шаралар еңсерілген. Биылғы жылдың өзінде өңірге келуші туристер саны 4 есеге артқан. Олардың дені Ұлытау ауданына арнайы ат басын бұрып, Әулиетаудың биігіне көтеріліп, тау етегіндегі Тасбұлақтың суын ішеді. Әулиетаудың етегіндегі киелі Тасбұлақтың 8 түрлі дертке ем екендігі ғылыми тұрғыда дәлелденген. Ал биылғы жылы бұлақ аумағы абаттандырылып, іргедегі ауыл халқына пайдалануға берілді. Жаңарған Тасбұлақтың келбеті туризмді түлетуге де оң серпінін беруде. Ауыл шаруашылығы ауданның ғана емес, тұтастай жас облыстың маңызды бағыты. Аймақ бюджетінің негізгі салмағы да осы салада. Бұл бағыттағы шаралар
ірі көлемдегі инвестициялық бағдарламалар арқылы да жүзеге асырылуда. Облыс құрылғалы ауыл шаруашылығына 8,5 миллиард теңге инвестиция тартылған. Ал жыл басынан бері бұл салаға 2,5 миллиард теңге инвестиция құйылып, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда көрсеткіш 46%-ға артқан. Аталған жобалардың егін шаруашылығына қатыстылары Ұлытау ауданына жоспарлануда. Үлкен шаруаларына бізде келесі жылға Ұлытау ауданы бойынша жоспарларымыз бар. Қазіргі таңда инвестормен қарастыру жұмыстары жүріп жатыр. Егерде инвесторды келісімін табылып, келіссөздердің жақсы нәтижемен аяқталатын жағдайда біздің Ұлытау өңірінде егін шаруашылыққа суармалы жүйелермен арашайне дейді ғой. Сонымен суаруға 50 000 гектар жерді бөліп беру қарастырылуда. Және те қой және сиыр шаруашылығын қамтамасыз ету үшін ол жерден 150 000 гектар жерді бөліп беру қарастырылып отыр. Бұның инвестор өзінің қаражатына салады, істейді. Және те үлкен біздің негізгі өңірдегі ең басты тапшы мәселе бұл шөп жем қорының жоқтығы. Шөп жем қорын қамтамасыз еткеннен кейін малды көбейтудің мәселесін қарастыруға болады. Және те біз мына отбасылық фермамен қоса солтүстік Қазақстан облысының тәжірибесіне сәйкес өңірімізге 7 000-нан астам ірі қара асыл тұқымды және те 13 500 қой сатып алынып келіп, қазіргі таңда тасу жұмыстары жүріп жатыр. 10 000-нан астам қой біздің өңірге келді. 3 000 қойды қазіргі таңда ветеринариялық 1 айлық карантинда тұр. Карантин осы жақын уақытта аяқталып, ол біздің өңірге келеді. Бұл жерде 3 000 басты меранос қойы, цигай тұқымды және те қалғаны өзіміздің осы жерге тән және осы жерге бейімделген Еділбай қой тұқымы әкелініп жатыр. Келесі жылға Ұлытау ауданына көп басты көңіл бөлу назарда тұр. Арқаның жазығында қыр менен сырды жалғап жатқан ұланғайыр Ұлытау ауданының ауыл шаруашылығындағы әлеуеті зор. Жемісті жобалар легі келер жылы да жалғасын таппақ. Айта кетейік, Ұлытау ауданының 2025 жылдың қаңтар-қазан айларындағы ауыл шаруашылық саласында өндірілген өнім көлемі 10 миллиард теңгені құраған.